Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі күннің жады мен сабақтың тақырыбын дәптерге жазамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сен нешедесің? Сколько тебе лет? Тыңда және қайтала. Сен нешедесің? Сколько тебе лет? Сен 6-дасың. Тебе 6 лет. Сен 7-десің? Тебе 7 лет. Сен нешедесің? Сен 6-дасың. Сен 7-десің. Келесі бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Тыңда, қайтала, оқы. Слушай и повтори и читай. Әсел, Әлібек нешеде? Әсел, сколько лет Алибеку? Әлібек 8-де, Алибеку 8 лет. Анна, Саша 7-де ме? Анна, Саше 7 лет? Жоқ, Саша 8-де. Нет, Саше 8 лет. Второе задание. Ответьте на вопрос. Сколько лет детям? Балалардың жасы нешеде? Сұраққа жауап береміз. Мысалы, бірінші суреттегі Әлібектің жасы 8-де, Аннаның жасы 7-де. Дәл осындай үлгіде сұраққа жауап береміз. Келесі үй тапсырмасы. Домашнее задание. Екі досыңның атын және жасын дәптерге жазамыз. Мысалы, менің досымның аты Анна. Аннаның жасы 7-де. Бүгінгі қазақ тілі сабағы аяқталды. Қош сау болыңыздар.